Ал енді банкомат неге процент алуына тоқталсақ. Банкоматлар һәр күні электр, интернет һәм сигнализация системасы менен іслейді. Олар тұрақлы түрде тазаланады, пул менен толтырылады, сынақтан өткеріледі. Сондай-ақ һәр бір банкоматтың іслеуі, техникалық тәминленуі һәм қауіпсіздік системалары қаражет талап етеді. Егерде сіз картаңызды басқа мемлекетте пайдалансаңыз, банклер арасындағы валюта алмасуы, қауіпсіздік, техникалық өткерулер үшін қосымша қаражет болады. Сол себеплі банклер халықаралық транзакциялар үшін да процент алады. Айрым жағдайларда болса, сіз валютада ямаса жүдә үлкен мұғдарда пул алып атырған болсаңыз, қосымша қызмет хақы алынады. Интернеттегі мағлұматларға қарағанда, банкоматлар $2000 басланып, $10,000 шекем бақаланады. Бұл технологияның біздің тұрмысымызда тұтқан орны соншелі үлкен екен, оны толық түсіну үшін бір сұрауға жауап беру керек. Банкоматлар бізге неге керек? Банклер жұмыс уақытымен шекленген, ал банкоматлар болса 7 күн 24 сағат давамында істейді. Яғни бұл дегені қалеген уақытта, түнде, демалыс күндері, хәтте байрам күндерінде де оннан қалегенше пайдалану мүмкін. Олым алғанда банкоматлар автомат банк қызметкері есапланады.